Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге Шебер Гүлназ. Бүгінгі видеомызда осындай көлемді жаңа жылдық сыйлық салуға арналған коробканы жинайтын боламыз, көйлекті. Қараңыздар, көлемі қандай үлкен, прям мега размердегі осындай әдемі көйлегіміз. Расход 2-ақ бет қыздар бұл жерде, және көлемін қараңыздар қандай үлкен. Видеоның соңында ішіне қаншалықты тәтті сыйғанын және де размері қандай екенін айтамын. Сондықтан да видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Мега размердегі көйлегімізді жинау үшін бізге шаблонымыз керек шығарылған. Двусторонний скотч немесе карандаш клей, қайшымыз және беговка жасауға арналған құралымыз керек болады. Алдымен біз осы шаблонымызды контур бойымен қиып аламыз. Беговка жасап, жандарына двусторонний скотч жабыстырып алдым, және де бір жағының, төмен жағына тоже двусторонний скотч жабыстырып қойдым, астын жабу үшін. Видеоның басында дырокол және лента туралы айтуға ұмытып кеттім. Бізге және дырокол мен лента керек болатын, бас жағын тесіп ұстатып қою үшін. Енді жабыстырамыз. Негізі мынадан да жалпақтау лента алсаңыздар әдемі көрінеді. Менде қазір көк түсті осы жұқа лентам ғана алған екен, сондықтан осы лентаны алып отырмын. 1 сантиметр лента алсаңыздар өте әдемі көрінеді. Ақырын жетіне. Так, жабыстырамыз. Так, жабыстырдық бір жақ шетін. Енді екінші жағын жабыстырамыз. Жабыстырдым. Енді дыроколмен бас жағын тесіп аламыз. Төбесінен 2 тесік жасап қойдым. И астындағы скотчтарын алып, көлемі үлкен, расход аз, прям күшті болды. Бірден өлшеп көре салайын. Мен сызықшым что-то мынаған жетпейтін сияқты. Биіктігі примерно бір қыздар менде қазір 20 сантиметр линейкам, биіктігі бір 23 сантиметрде болады екен. Ені 18 сантиметр. Биіктігі 23, ені 18 сантиметр екен. Енді көреміз. Осыяма. Так, о. Опа. Көрейік. Тағы да тәттілер салуға болатын, қараңыздар ішіне. Кәдімгідей үлкен. Қайсы әдемі етіп көрейікші. Сыйғызып реттеп салсам, мынаның бәрі сып кететін сияқты ішіне. Жалпақ лента болғанда вообще жынды кетеді. Жүретін жалпақ лентаны кейін жаңа жылға дейін тағып қоярмын. Қараңыздар. Прям көлемі үлкен, расходы аз. Прям супер көйлек болды. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін көп рахмет қыздар. Осындай видеолар ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңіз, басқан лайктарыңыз мен үшін жаңа видеолар түсіруге мотивация. Сондықтан да сіздерден қолдау күтемін қыздар.
келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.